Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге дәмі ерекше болып шығатын базардағы пирожкидің рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. 1 стакан жылы сүт, 1 стакан жылы суға, аздап сұйық май, 1 жұмыртқа, аздап қант саламыз. Дәміне қарай тұз және майонез. Ашытқы салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Енді осының бетін жауып, жылы жерге қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Міне мұнда картошкамыз пісіп жатыр. Картошка піскенше пиязымызды қуырып аламыз. Табаны қыздырып, аздап сұйық май қойып, пиязды салып қуырамыз. Оған дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Мінекей картошкамыз пісті. Енді оны ашып, тазалап, осылай ыстық күйінше езетін боламыз. Сонда картошкамыз жақсы езіледі. Енді осыған жаңағы қуырған пиязымызды салып, оған дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей қамырымыз ашыды. Енді дастарханымыздың бір жағын майлап аламыз. Егер қамыр қолымызға жабысып жатса, қолымызды да шамалы майлаймыз. Қатты майлауға болмайды, өйткені қолымызбен үзгенде май қамырға жағылып, қамырды біріктіргенде ол жабыспауы мүмкін. Осылай қолымызбен үзіп алып шығамыз. Қамырдың асты дастарханға жабысып қалмас үшін де шамалы майлаймыз. Енді бөліктерге бөлінген қамырды қолымызбен басып, осылай жайып шығамыз. Енді салмасын салып, екі жағын біріктіріп, түйіп шығамыз. Енді алдымызда сұйық маймен жақсылап майлаймыз. Майланған жерге қамырымызды алып, екі жағын аудара отырып, осылай басып шығамыз. Енді қызып тұрған майға қамырымызды салып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Мінекей дайын болды. Видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.